Барлықтарыңызға сәлем, қымбатты оқушылар, қадірлі достар. Енді бүгін сіздерге егоп порталы арқылы қалай грантқа құжаттар тапсыруға болады деген толықтай түсіндіре кетемін. Инстаграм парақшаммен бөліскен кезде көп адамдар түсінбей сұрақтар көп кетті. Енді бірінші бәріміз білеміз, ЕЦП алу керек, электронды кілт. Мен уже алып қойғам, өзімде бар, кіріп қойдым да. Енді оны қайтадан кіріп көрсетпей ақ қояйын. Егер білмей жатсаңыздар, YouTube-та ЕЦП алу деген немесе егоп порталына кірсеңіздер, сол жерде кәдімгі бөлімдер бар. Электронды кілт алу деген сияқты. Соған кіріп алып көріп аласыздар. YouTube-та да видеолар жетеді, негізінде жақсы түсірілген, түсінікті. Ал қазір түсініксіз болып жатқаны осы білім беру грантын алу, құжаттар тапсыру өте түсініксіз болып отыр. Шын мәнісінде министрлікте, тест центр орталығында ешқандай жауап айтып жатқан жоқ. Бірақ біз қарадық, енді қолдан келгенше сіздерге көмек көрсетеміз. Бірінші ЕЦП алғаннан кейін сіздерге мынандай негізгі бет ашылады. Негізгі бет азаматтарға, басты бет азаматтарға деп тұр ғой. Сол жерге кіресіздер. Кіргеннен кейін білім деген бөлімге кіресіздер. Мен ашайын. Так. Ашылды. Ол жерде 5 бөлім бар. Мектепке дейінгі орта білім, колледждер бар, жоғарғы білім бар. Жоғарғы білім керек бізге. Осы жерде қарайтын болсаңыздар, ЕЕ деп тұр, мыналарға не деп тұр, яғни жаңадан қосылған 2 бөлім тұр мына жерде көрген болсаңыздар. Біріншісі білім беру гранттарын тағайындау деп басталады, екіншісі жоғары білім беру бағдарламасы деп басталады. Мен Инстаграм парақшама мынаны белгілеп жүрген сияқтымын. Негізінде мынау білім беру гранттары деген. Соған басамыз. Басқан кезде мынандай нұсқаулықтар шығады. Нұсқаулықтарды толығымен асықпай оқып шығыңыздар. Түсініктірек болу үшін қызметті онлайн алу құжаттар тізімі деген толып тұр аяқта. Так. Осыны оқып шығып көресіздер енді. Түсініксіз де болуы мүмкін. Арғай жүре бересіздер ғой. Онлайн сұрау деген бар. Онлайн сұрауға кіреміз. Так. Интернет. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына қалдырсаңыздар болады. Сұрақтарыңызды қарап жауап береміз. Так. Бұл жерде негізі мынандай ашылады. Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам деген сияқты. Мысалға, бірінші қадам толтырып көрсетейін. Арғай жүре аламын ба, жүре алмаймын білмеймін. Өйткені мен уже оқушы емеспін ғой. Так, ашқан кезде ата-анасы, заңды қамқоршысы, түсіруші дейді. Оқушыны талдаймын. Сіз оқушы боласыз. Мына жерде мен номерін жазайын. Жазғаннан кейін мына жерге поштамды жазсам болады. Так. Көрейік, жазып көрейік. Вот поштамды жаздым, ары қарай. Яғни келесі қадамға өтемін. Өткен кезде мынандай 4 бөлім ашылды тағы да. Негізгі жұмысшы дейді, орта буында ТЖ, КБ дейді, шет ел тілін меңгерген дейді. Енді өзіңізге байланысты таңдайсыз. Негізгі сіздерге негізгі жалпы орта білім беретін ұйымның түлегі дегенді басасыздар. Хорошо? Так. Галочка қойайық. Вот сол кезде мынандай нелер ашылады. Егер шетел оқу орнының түлегі болсаңыздар, я десіздер, жоқ болса жоқ десіздер. Ары қарай толтыра бересіздер. Оқу орнының атауы кірсеңіздер толтыруға болады. Мысалға Алматы, Ақмола болса, любойын толтыра салуға болады. Ары қарай ашылып кете береді. Так. Алакөл ауданы. Вот. Ары қарай толтырып кете бересіздер. Хорошо? Туған жылы, номер аттестаты деген бар, аттестаттың сериясы деген бар, аттестаттың берілген түрі, күні, оқу тілі бәрін толтырасыз. Бағалар саны дейді, толтырып болғаннан кейін мына жерде ары қарай деген не енгізіледі. Жасыл белгі шығады. Сөйтіп, 2-ші, 3-ші, 4-ші қадамдарды орындайсыздар. 6-ші, 7-ші, 8-ші қадамдарға дейін орындап бітесіздер. Сол кезде сіздерге не ашылады?
тағы да бір парақша ашылу керек. Пока менде ол әлі ашылмай тұр. Өйткені мен толтырған жоқпын. Толтырғаннан кейін көресіздер. Жақсы. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Егер мына жерде дұрыс бір нәрсе ашылмай жатса, ол екі нәрседен болуы мүмкін. Бірінші, интернет дұрыс емес. Екінші, көп адам тапсырып жатқан болуы мүмкін. Үшінші бір жағдайда болады. Егер шынымен де сондай проблема шығып жатса, мына жердегі номерге хабарлассаңыздар болады. Хабарласып сұрайсыздар. Немесе білім министрлігінің Instagram парақшасында контактілер көрсетілген, соған хабарласып айтсаңыздар болады. Шынымен де ондай қателіктер болуы мүмкін, өйткені жаңадан енгізілген бұл бөлімі болып табылады. Хорошо. Сәттілік, дұрыстап асықпай толтырыңыздар. Асығудың қажеті жоқ. Әлі 20 деген уақыттарымыз бар. Сондықтан дұрыстап толтырыңыздар. Содан кейін сіздерге тапсырғаннан кейін шығу керек негізінде парақшаға. Жаңағыдай осындай өнерге, осындай, то есть мамандыққа осындай өнер жазыңыз деген сияқты бір анықтама ретінде, типа тапсырды деген бір не шығу керек. Ол шықпаса, может, дұрыс емес деген сөз шығар. Так. Пока осы менің беретін мағлұматым. Ары қарай өздеріңіз толтырып көресіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Егер видео ұнаған болса, сіздерге лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, сұрақтарыңыз болса, және міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Өйткені қаншама оқушы не істеп жатыр да, қалайша айтқанда білмей жатыр да. Қалай тапсырамыз, маған күніне бір 40-50 сұрақ келеді, мысалға, не болып кетті деген сияқты. Шын мәнісінде мен де қарадым, шынымен көп нәрсе түсініксіз да. Түсініксіз нәрсе болуы мүмкін. Бірақ бәріміз бірге шешейік. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар. Пока. Каналға жазылыңыздар. Жағда егер бір не шығатын болса, сразу сіздерге не істеймін, сіздермен бөлісетін боламын.